Сәлем достар, баршаңызға бүгін керемет манты әзірлейтін боламыз. Қамыры жыртылмайды және беті қатпайды. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға суымызды құйып аламыз. Суымыз өте салқын болмау керек. Және де үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз. Сұйық майымызды құямыз кішкене. Қанша грамм кететін барлығын толық описанияда қалдыратын боламын. Және тұзымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Кішкене тұзымыз ерігеннен кейін үстіне ұнымызды салып, бір келкі болғанша қамырымызды илейтін боламыз. Ал енді достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, жылы лебіздеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Осылай мінекей видеода көрсетілгендей қамырымызды илеп аламыз. Мінекей менің достар, қамырым дайын. Өте қатты жұмсақ та емес, қатты да емес болып шығады осылай. Бұл қамырдың рецебімен пельменде жасауға болады, вареникиде жасауға болады. Бетін жауып, қамырымызды 10 минутқа тындырып қоямыз. Енді біз ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Мен ет тартқыштан етімді өткізіп дайындап алдым. Жуамды осылай майдалап турап алдым. Және капустамды турап алдым. Енді үстіне тұзымды және қара бұрышымды салып, жақсылап араластырып алатын боламын. Егер мантыларыңыз сочный, жақсы сулы, әдемі болсын десеңіздер, осылай үстіне кішкене су құйып жіберсеңіздер болады. Қайнаған жылы судан где-то бір кеседей құйдым. Егер тұзын көретін болсаңыздар, достар, осылай саусағыңызды қамырдың қоспаның ішіне салып көрсеңіздер, тұзы, татымы барлығы белгілі болады. Енді қамырымызды дайындап аламыз. Менде осындай 4 күлше болып шықты. Қамырымызды жұқа етіп жайып, ішіне салмамызды салып, жақсылап мантыны түйетін боламыз. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей жасасаңыздар болды. Осылай қатты үлкен де емес, қатты кіші де емес, орташа қылып кесіп аласыздар. Барлығын бірінің үстіне бірін салып, бір келге қылып, тағы да 4 бұрышты етіп кесіп алуымыз қажет. Бізде сол кезде мантының формасы әдемі болып шығады. Өте оңай жолы бұл. Келесі жолы мен сіздерге ұйғыр мантысын көрсететін боламын. Мінекей осылай етіп кесіп барлығын жайып алдым. Үстіне енді салмамызды салып шығамыз. Мінекей достар, видеода көрсетілгенде осылай түйіп алсаңыздар болды. Бұл қамыр ешқашан езілмейді, ешқашан уайымдамаңыздар, және беті қатпайды. Өте керемет болып шығады. Тексерілген қамырдың рецебі болып саналады. Енді осы барлық дайын болған мантымызды мантаваркамызға салып, қайнап тұрған суымызды құйып, тарсылдатып, қайнатып, 40 минут пісіріп аламыз. Мантының піскенін қамырдың үстін осылай басып көрсеңіздер, қолға жабыспаса, манты піскен деген. Мінекей достар, менің мантым дайын. Өте сочный болып шықты. Дәмі өте керемет болып шықты. Менің осы рецебімен жасап көрсеңіздер, мантыларыңыз өте керемет болып шығады деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.
Сау болыңыздар және ас болсын. Сіздермен бірге болған Жанар Баймұрат.